Сәлем достар, бүгін мен сіздерге менің жүрегім атауындағы арт-терапиялық жаттығуын ұсынғым келеді. Жалпы бұл жаттығудың қандай пайдасы бар деп сұрайтын болсаңыздар, пайдасы деген өте көп. Біріншіден, ол сіздің ішкі жан дүниеңізді тануға көмектеседі, эмоцияларыңызды қауіпсіз түрде сыртқа шығаруға көмектеседі, және де өз құндылығыңызды тануға көмектеседі. Менің жүрегім атауындағы арт-терапиялық жаттығу өте оңай. Ол үшін бізге А4 форматындағы бір бет қағаз керек, және де 6 штук түрлі түсті карандаш. Өзіңіз қалағандай етіп таңдап аласыз, және де 1 штук простой карандаш керек. Жаттығудың дұрыс орындалу ретін сіздерге көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші А4 форматындағы ақ қағазды аламыз және ортасына әдемілеп жүректің суретін саламыз. Жүрек қисық болсын, үлкен болсын, кішкентай болсын, ең бастысы өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің көңіліңіз қалауындағы суретті салсаңыз жеткілікті. Тағы да бір ескерте кететін жайт, арт-терапия жаттығуларын орындау үшін міндетті түрде әдемі сурет салудың қажеттілігі жоқ. Жүрек суретін салып болғаннан кейін қасына осындай 6 штук төртбұрыш сызамыз. Әр төртбұрыштың қасына дәл қазіргі сәтте өзіңіз қандай эмоцияны сезініп тұрсыз. Мысалға, қуану, ашулану, еріну, тағы да сол сияқты сезімдерді жазып шығасыз. Келесі тарауда өзіңіздің сезімдеріңізді қандай түспен сәйкестендіресіз, ол өз еркіңізде. Мысалға, қуануды білдіретін көк түс, шаршауды білдіретін сұры түс, ерінуді білдіретін жасыл түс деген сияқты өзіңіздің сезімдеріңізді түспен бояп шығасыз. Мысалға, мен қуану сезімін ашық көк түспен белгіледім, шаршауды күлгін түспен белгіледім, ерінуді сәбіз түстес түспен белгіледім, мазасыздықты күлгін түспен белгіледім. Сол сияқты әрбір сезімге сай түстерді өз қалауыңызбен таңдайсыз. Жаттығудың соңғы этапында өзіміз салған жүректі дәл қазіргі сәтте бізде қай сезім басымырақ, сол түсті таңдап жүректің ішінің көп бөлігін бояймыз. Мысалға, дәл қазір маған жақсы нәрседен көбірек үміттену маңыздырақ. Сол себепті мен жүректің көп бөлігін жасыл түспен боядым. Сонымен қатар жақсы көру сезімі де менде басымырақ, өйткені менің өмірді жақсы көруім, ата-анамды, бауырларымды, отбасымды, балаларымды жақсы көру мен үшін маңыздырақ. Сол себепті мен жүректің ішінің көп бөлігін тағы да қызыл түспен боядым. Дәл сол сияқты қуану сезімі де менде дәл қазіргі сәтте маңыздырақ болып тұр. Сол себепті жүректің үшінші бөлігін мен көк түспен бояп жатырмын. Ал еріну күйі менде үнемі болады. Сол себепті менде жүректің көп бөлігін, яғни біраз бөлігін осы сәбіз түсті, яғни оранжевый түсті таңдап боядым. Осылайша менің жүрегім атауындағы арт-терапиялық жаттығуды орындау арқылы өзіңіздің эмоцияларыңызды танып, дәл қазіргі сәтте қандай сезімдесіз, соны анық білуге болады. Бұл жаттығуды балаларға, өзіңізге, жақындарыңызға немесе арт-терапиялық жаттығуларда қолдансаңыздар тиімдірек. Егер арт-терапия жаттығуларына қызығып, басқа да түрлерін білгіңіз келсе, комментарийға арт-терапия деп жазсаңыз болады. Тақырып ұнаса каналға жазылып, қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаттығуды орындап болғаннан кейін өзіңіздің салған суретіңізге қарап, өзіңізге мына 4 сұрақты қойсаңыз болады. Біріншіден, бұл сурет маған не айтып тұр? Екіншіден, не үшін мен бұл түстерді таңдадым? Үшінші сұрақ, жүрегімде нені өзгерткім келеді? Төртінші сұрақ, қандай сезімге көбірек орын беруім керек? Бұл арт-терапия жаттығулары медициналық және психологиялық диагноз қоюға арналмаған. Бұл жаттығулар адам өзін сезімін тануға, байқауға, өзін зерттеуге, рефлексия жасауға арналған жаттығулар.